Сарыағаш ауданының әкімі Арман Абдуллаевтың жоспарлы кестеге сәйкес кезекті халықпен кездесуі Жартөбе ауылдық округінде өтті. Жиын барысында 9 айда атқарылған жұмыстардың есебін беріп, халықпен ашық диалог жүргізді. Жартөбе ауылдық округінде әкімнің тұрғындармен кездесуі өтті. Арман Абдуллаев жыл басынан бері атқарылған істер мен қолға алынған жұмыстарға бірқатар тоқталды. Ауылдық округта атқарылып жатқан жұмыстарға қысқаша тоқталатын болсақ, жалпы ауылдық округтың бюджеті 178 миллион теңге көлемінде бекітілген. Оның ішінде өзіндік кірістері 167 миллион теңгені құрайды. Төңкеріс елді мекенде атқарылған жұмыстарға тоқталсақ, 5 көшеге электр желілері мен трансформаторлық жұмыстар жүргізілуде. Дәрігерлік амбулаториялық құрылысы жүргізілуде. Жаңа айтып өттік, жаңа барып көріп келдік. Осы желтоқсан айында бітіп пайдалануға берілуі тиіс. Құрама елді мекенінде де 6 көшеге электр желілері мен трансформатор құрылысы жүргізілді. Жамбыл көшесіне 5-9 шақырым жаңа электр бағаны орнатылды. Жамбыл көшесіне шағал төсеу жұмыстары жүргізілді. Жаңа барып көріп келдік. Сондай-ақ 4 көшеге Көшенұлы, Ынтымақ, Илай, Достық көшелеріне орташа жөндеуден өткізілді. Достық елді мекенінде ауыз су мен қамту жобасын құрылысын аяқтадық. Қазір соңғы жұмыстары қалды, ол объектіні қабылдауға жұмыс жасап жатырмыз. Спорт алаңшасы салынып пайдалануға берілді. Ынтымақ елді мекенінде де 9 көшеге электр желілері мен трансформаторларды бағаналарын ауыстырып беріп жатырмыз. Бостандықта да дәл сондай 12 көшеде жаңарып жатыр электр желілерінің барлығы. Бұдан бөлек осы ауылдық округ аумағында орналасқан ұзындығы 5 шақырым болатын каналдар мен 2 шақырым қашықтықта механикалық тазалаудан өткізілді. Кездесу барысында Жартөбе ауыл тұрғындары инфрақұрылым мен жол салу мәселесін көтерді. Аудан әкімі Арман Айдарұлы әр сұраққа жеке тоқталып, тиісті сала басшыларына нақты тапсырмалар берді. Жиыннан кейін аудан басшысы Арман Абдуллаев мәслихат депутаттарымен бірге Жамбыл көшесіндегі шағал төсеу жұмыстарын және Төңкеріс елді мекенінде бой көтеріп жатқан медициналық пункттің құрылысын бақылап қайтты. Сондай-ақ Жартөбе ауылдық әкімі округте атқарылған жұмыстар жөнінде баяндама жасады. Бүгін Сарыағаш ауданы Жартөбе ауылдық округінде 2025 жылдың бүгінгі таңына дейін Құрама ауылында 4 көше асфальтталынды, яғни орта жөндеуден өткізілді. Және де Төңкеріс, Құрама, Ынтымақ, Бостандық елді мекендерінде электр желілерімен және трансформаторлардан ауыстырды. Және де Достық 2 елді мекенінде спорт алаңшасымен және барқауытымен бүгінгі таңда халықтың пайдалануына берілді. Және де Төңкеріс ауылында дәрігерлік емхана медициналық мекемесі салынып жатыр. Осы декабрь айының 16 жұлдыздарына дейін халықтың пайдалануына береміз деген үмітте отырмыз. Жалпы жиын ауылдың өзекті түйткілдерін талқылап, алдағы жылға жоспарларды нақтылауға мүмкіндік берді. Кездесу барысында айтылған ұсыныстар мен көтерілген түйткілді тақырыптар бақылауға алынып, олардың орындалуы тұрақты назарда болатынын атап өтілді. Майра Сәдуақасқызы, Марат Жолдас, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.